Саламатсыздар ма оқушылар. Бүгінгі қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты бет-тікерлік күштер деп аталады. Бет-тікерлік күштері сұйықтың беткі қабатының ауданын кемітуге тырысатын және бетке жанама бойымен бағытталған беттік қабатының молекулаларын өзара әрекеттесу күштері. Сұйықтың ішкі қабатындағы молекулаларға көрші молекулалар тарапынан әсер ететін күштің орташа мәні нөлге тең болғандықтан сұйық ішіндегі молекулалар ретсіз қозғалыс жасайды. Ал сұйықтың беткі қабатындағы молекулаларға сұйық тарапынан әсер ететін молекулалар саны әлдеқайда аз болады. Осылайша беткі қабаттағы молекулалардың екі жағынан әсер ететін күштердің әртүрлі болуынан беттік керілу күші пайда болады. Беттік керілу коэффициенті сұйықтың тегіне, температурасына және онымен жанысатын агрегаттық күйдегі заттардың қасиеттеріне тәуелді. Кестеде кейбір заттардың бөлме температурасындағы беттік керілу коэффициенттерінің мәндері келтірілген. Беттік керілу коэффициентін тамшы әдісімен анықтауға болады. Жіңішке түскен тамшы оның салмағы беттік керілу күшінен асқан кезде үзіліп түседі. Сұйықтың беттік керілу құбылысы тұрмыста кеңінен қолданады. Мысалы, балаларға арналған сабын көпіршігін шығаратын ойыншықта. Енді осы берілген контекст тапсырмасына байланысты 5 сұрақты талқылайық. Біріншісі, температура жоғарылаған сайын глицеринде және сабын ерітіндісіндегі беттік керілу коэффициенті қалай өзгереді дейді. Глицерин мен сабын ерітіндісінің беттік керілу коэффициенті температура артқан сайын кемиді екен. Сондықтан да біз бұл жерде Б жауабын таңдаймыз. Келесі сұрағымыз сұйықтың беткі қабатындағы молекулаларға әсер ететін тең әрекетті күштің бағыты дейді. Яғни беткі қабатындағы әсер ететін молекулалар басқаша дедік қой, сондықтан да бұл жерде жауабымыз қайсы болады? Сұйық бетіне перпендикуляр және сұйықтың ішіне қарай бағытталады. Себебі сұйықтың беткі қабатында яғни молекулалар, сұйықтың молекулалары ауамен шектеседі. Ал ауаның молекулаларының әсерлесу күші өте аз болғандықтан да, яғни бізде тең әрекетті күшіміз қалай қарай бағытталады екен? Сұйық бетіне перпендикуляр және сұйықтың ішіне қарай. Д жауабы болады екен. Келесі. Сабын ерітіндісінен пайда болған жұқа қабатының, яғни пленканың ауданы 20 см квадраттан 15 см квадратқа дейін кішірейген кезде беттік керілу күшінің жұмысын тап дейді. Бұл жерде беттік керілу күшінің жұмысын біз А әрпімен аламыз. Және ол неге тең болады? Энергияның өзгерісіне тең болады. Ал энергияның өзгерісін біз қалай табамыз? Оның сәйкесінше формуласы сигма көбейтілген жақшаның ішінде S2 азайтылған S1. Енді көріп отырсаңыздар, керісінше бізгі кішірейіп жатыр. Сондықтан да ауданында бұл жерде S1 азайтылған S2 деп те алсақ болады. Немесе соңында қалдырып қойсақ болады. Енді орнына қоямыз. Дельта W тең. Сигма дегеніміз бізде сабын ерітіндісінің каналамыз, яғни ол 43-ке тең. 43 көбейтілген оның -3 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Жақшаның ішінде 20 см квадрат және 15 см квадрат. S2-міз 15-ке тең болып тұр. Оның -4 дәрежесі метр квадрат азайтылған 20 көбейтілген оның -4 дәрежесі метр квадрат. Себебі мен сантиметр квадратты метр квадратқа айналдырдым. 15-тен 20 алсақ -5-ке тең болады. -5-ті, яғни 5-ті көбейтсек 43-ке, ол тең болады екен бізде 215-ке тең болады. Дельта W тең болады -215 көбейтілген. Дәрежесін қараңыздар. Қосу азайту кезінде дәреже өзгермейді, сондықтан да -4 сақталады. -3-ке көбейтілген кезінде қосылады, сондықтан да оның -7 дәрежесі қалады. Сонымен қатар өлшем бірлікке назар аударайық. Метр квадрат пен метр қысқарады, яғни былай жазсам ньютон метр квадрат бөлінген метр. Осыдан біреу кетеді. Ньютон көбейтілген метр бізге джульді береді екен. Сондықтан да біздің өлшем бірлігіміз джульге тең болады. -21,5 оның -6 дәрежесі деп алайық. Джуль. Ал бұл өз кезегінде микроджульге тең болады екен. Бұл тең болады екен -21,5 микроджуль. Немесе модульмен алатын болсақ, бұл жерде жұмысымыз сонда тең болады екен 21,5 микроджуль. Ондай жауабымыз бізде бар, және ол бізде А жауабы екен. Келесі, сабын көпіршігін шығаруға арналған ойыншықтың үлкен сақинасының диаметрі 5 см-ге тең. Оны сабын ерітіндісіне батырып алып шыққан кезде ішінде жұқа қабықша пайда болды.
қабықша тарапынан сақинаға әсер ететін беті керілу күшін тап дейді. Яғни бұл жерде диаметр дегеніміз мына бөлікті айтып отырмыз. Яғни мынаны D деп алайық. Беті керілу күшін біз қандай әріппен белгілейміз? F беті керілу, B К деп жазсам болады. Оның формуласы сәйкесінше сигма көбейтілген L еді. L дегеніміз мынаның, яғни біздің берілген сақинаның ұзындығы. Ол тең болады бізде 2π көбейтілген R. Бұл бізде сәйкесінше 2 көбейтілген R бізге диаметрді береді. Сондықтан да π көбейтілген D деп алсақ болады. Енді осы формулаға апарып қоямыз. F беті керілу тең болады. Бізде сабын көпіршігі дедік. Сабын ерітіндісін аламыз. Ол 43 көбейтілген 10-3 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Көбейтеміз π бізде 3,14, көбейтеміз 5 сантиметр дейді. Оны метрге айналдыратын болса, 5 көбейтілген 10-2 дәрежесі метр. Енді көбейтек 43 көбейтілген 3,14 және көбейтеміз 5-ке. Сонда шығатын мәніміз менде 675,1 көбейтілген 10-5 дәрежесі ньютон болады. Өйткені метр мен метр қысқарып кетеді. Енді миллиньютонға келтіру үшін 2 орын жылыштайын. Сонда тең болады 6,751, оның -3 дәрежесі ньютон. Бұл өз кезегінде тең болады, жоқтап алатын болса 6,8 миллиньютон. Енді қарап отырсаңыздар 5 жауап берілмеген екен. Сонда сіздер 6,8 миллиньютон немесе 6,175 болуы да мүмкін. Миллиньютон дегенді белгілейсіздер. Мына жауабы. Соңғы сұрағымыз, радиусы 1 см глицерин көпіршікті үрлеп, радиусы 2 см көпіршік жасау үшін атқарылған жұмысты тап деді. Жұмыстың формуласы сәйкесінше сигма көбейтілген жақшаның ішіне S2 азайтылған S1 дедім алдында. Енді бұл жерде көпіршік дейді, яғни жасау үшін. Демек те ол сфера. Ал оның ауданы білесіздер, сигма көбейтілген 4π R2 квадрат болады, минус 4π көбейтілген R1-дің квадраты. Бізде 2 см R2-міз, ал R1 дегеніміз 1 см-ге тең. Енді орнына апарып қоямыз. Бірақ та мен сәл осы жерде түрлендіріп жіберейін. Сигма көбейтілген 4π-ді жақшаның сыртына шығара салайын. Өйткені екеуінде ортақ екен. Жақшаның ішіне тек қана R2-ның квадраты азайтылған R1-дің квадраты қалсын. Сонда А тең болады. Глицерин деп тұр, олыңқы 64,7 деп тұр. Оның -3 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Көбейтеміз 4-ке, көбейтеміз 3,14-ке. Жақшаның ішінде 2-ның квадраты бізде 4 болады. Оның -4 дәрежесі метр квадрат болады, сантиметрді айналдыратын болсақ. Азайтылған 1-дің квадраты ол 1 болады. 1 көбейтілген оның -4 дәрежесі метр квадрат. Жақшаның ішін орындаймыз, 4-тен 1-ді азайтамыз, 3 болады. Ал енді кеттік. 64,7-ні көбейтемін 4-ке. Одан шыққан санды көбейтемін 3,14-ке. Одан шыққан санды 3-ке көбейтемін. Сонда менде мынандай сан шығады. Тең болады 2437 бүтін жоқтап алатын болсақ, оннан 9 мұнан жоқтап алайық, өйткені артында көп сан бар екен. Енді дәрежесіне қарайық. Оның -7 дәрежесі джоуль. Қанша орын жылыштайық? Миллиға келтіру үшін 4 орын жылыштамыз. Демек, мұнан барлық алынады. Бұл тең болады екен, сонда жоқтаған кезіне 0,24, оның -3 дәрежесі джоуль, немесе алатын болса, жоқтап алатын болса. Мына жерде 0,2 және 0,3 деп тұр екен. Бірақ та мен ойлаймын 0,2-ні белгілейміз. Не үшін? Себебі 4 5-тен кіші сандар болғандықтан да ол алдына бір үлесін қоспайды. 0,2 миллиджоуль дегеніміз, сонда жауабымыз болады екен. Ол бізде Б жауабы. Міне бүгінгі контекст тапсырмамызда талқылау аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.